қасақана қазаға ұшыратқан ең ауыр қылмыстың бірінші сатыда соттың нүктесі қойылды. Баршаңызға мәлім, бұндай қылмыстар біздің өңірімізде бұрын-соңды болмаған, және де бір отбасын ажал құштырумен байланысты өте ауыр жағдай орын алған болатын. Процестік талаптарға сәйкес сот қабылданған үкімнің мәнін түсіндіреді. Болған қандай себептер болды, қандай жағдайлар орын алған жөнінде, және де соттың қабылдаған шешіміне қатысты. Сот қылмыстық қудалау органы болып табылмайды, және де мемлекеттік айыптаушының айыптау тарабының немесе қорғау тарабының жағында әрекет етпейтінін, немесе өзге де тараптардан өзге мүдделерді көздемейтінін ескертемін. Сот үкім қабылдау барысында іске қатысушылардың барлығының іс-әрекеттеріне тең дәрежеде баға беріп, барлық дәлелдемелерді жан-жақты толықтай зерттеп, осы қабылданған шешім әділ және заңды деп санады. Бас сот талқылауында сотталушының кінәсі толықтай дәлелін тапты. Сотталушы Сәрсемәлиевтің 2025 жылдың 14 мамырынан бастап жыл аяқталғанға дейін желтоқсан айының аралығында 4 адамды бірдей, бір отбасы мүшелері 4 адамды бірдей қасақана қазаға ұшыратқаны, оларды ұшыратқаннан кейін алаяқтық, ұрлық, жеке куәліктерін жымқыру, сондай сияқты бірнеше қылмыстық құқық бұзушылықтар жасағаны, жәбірленушілердің мүліктерін талан-таражға салғаны, олардың аттарынан несие рәсімдегені, және де ауыл тұрғындарын қаза болған наурыздың атынан алдап, оларға SMS хабарламалар жазып, малдарын сатып жібергені толықтай, яғни қылмыстық кодексінің 13 бабында көзделген қылмыстарды жасаған толықтай дәлелін тапты. Және де осы істің жария түрде қаралуына, қоғамның уақытылы түрде объективті ақпарат алуына бұқаралық ақпарат құралдарының үлесін сот атап өтеді. Дер кезінде осы мәселені объективті түрде ақпараттандырған үшін, және де журналист Молдашеваның кәсібилігін атап өтеді. Осы оқиға орын алған күннен бастап, жәбірленушілер жоғалып кету фактісі анықталғаннан бастап Жангелдин ауылына бірнеше рет барып, оқиғаның кезеңін өзінің кәсіби және объективті түрде көпшілікке жеткізгенін атап өтеді. Бұдан басқа айдауыл күзетіне, арнайы жасақ қызметкерлеріне осы сот процесінің қауіпсіздігін қамтамасыз еткендер үшін сот атап өтеді. Басқа сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қоюға болады. Жалпы сотталушының сот процесі барысында атап өткен өлтіру себептерін айтқан уәждері, оны ешқандай ақтауға келмейді. Себебі отбасын сақтап қалатын сабырлық, өзара түсінушілік екенін білесіздер. Қандай да бір ашу бір орын толмас қайғыға әкеліп соғуы мүмкін. Сол себепті бұл жасалған іс-әрекет тек қана жәбірленушілердің отбасына қатысты жасалған емес, бір отбасының мүшесін толыққанды қасақана қазаға ұшырату бұл қоғамға қатысты жасалған ауыр соққы, моральдық ауыр соққы деп санады. Себебі қоғамның арасында өте үрей болды, алаңдаушылық болды, үлкен осындай мәселе